Жазғы демалыста Маңғыстаудың өте ерекше жері, әдемі жері, басқа жерлерге ұқсамайтын бір адамды таңғалдыратын жер. Осындай шөлге бардық. Шөл деген кезде бұл жер шөл емес, бірақ кәдімгідей құмды дала. Маңғыстауда мынандай бар жер дегенге кейбір адамдар сенбей жатады, бірақ қазіргі кезде туристік орынға айналған. Баратын жолының барлығы асфальтталған. Біз турда танымайтын адамдармен күліп, ойнап, көңіл көтеріп бардық. Асфальт жол болғанмен де осындай төменді жоғарылы түсіп мінетін машинамен жүрген кезде бір тегіс емес жолдар кездесіп жатады, бірақ ол аз ғана. Ең бірінші ол саябақта тоқтадық. Саябақ кәдімгідей ұнады бізге. Себебі ағаштар өте көп және ағаштардың көп жылдан бері өсіп тұрғаны білінеді. Күз мезгілінде ағаштардың арасында, таза ауаның арасында осындай отыратын да орындары бар, демалатын. Біз осылай дастархан жайып жеріп, осында тамақ жедік. Айта кетейін, саяхатқа барған кезде максималды түрде адамға комфорт керек. Сонда ол өзін жақсы сезінеді. Біз Үштаған ауылына 10 минут жерде осылай тоқтадық. Видеода көріп тұрсаңыздар, мына жақта шөл далада, ал ар жақта үйлер бар. Құмнан сырғанайтын жаққа бару үшін міндетті түрде осындай қоршаудан өту керек. Басқа адамдардың айтуы бойынша бұл жерде машина жарысы болады екен. Сондықтан да осындай қоршаулар тұр дейді. Бәріміз өтіп, баяғыда замандарда Ұлы Жібек жолында керуендер келеді ғой, бір дәл сол сияқты бір-біріміздің артымыздан қадам басып жететін жерімізге. Жолда осындай түйелерді көрдік. Түйелерді көрген кезде бірден андай сезім болды, бір Дубайда жүрген сияқты өзіміз сезіндік. Себебі осындай кішкентай атмосфераның өзі адамға үлкен қуаныш сыйлайды. Келген адамдардың көбі тек қана жалғыз өзі емес, сонымен қатар жұп-жұп болып, дуэт болып та бірге сырғанап жатты. Біз де солай істеп көрейік дедік те, досым екеуміз мініп алып төменге қарай түсіп кеттік. Дронды қосып қойдық, бірақ жарты жолға келген кезде құлап түстік. Снапбордпен жалғыз өзім сырғанаған ең бірінші видеоны көрсетейін. Міне өзім жоғарыдан жалғыз өзім түсіп келе жатырмын. Іштей сенімсіздік болса да, қорқыныш болса да, бірақ құлаған жоқпын. Дәл осы түсуімнің екінші ракурстан алынған видеосы. Біз видеоға түсу үшін арнайы жіп болады, тартып алатын, бірақ оны алып тастадық та осылай өзіміз жоғары қарай көтеріп шықтық. Бұл жерде 2-3 сағаттай болдық. Кезекпен кезек осылай снапборд теуіп отырдық, бірақ 5-6 рет түсіп, мініп, көтерілген кезде адам шаршап қалады екен. Сондықтан ол екінші жағынан ауа райының қолайсыздығына да байланысты. Мәселен, ең соңғы кетер жаққа таяған кезде жел соғып, ауа райы жаман бұзылып кетті. Біз тіпті көзімізді аша алмай, басымызды көтере алмай қалдық. Бірақ дегенмен де ауа райы жақсы көңіл көтеруге мүлдем кедергі емес. Бәріміз осындай снапбординг тренд түсірдік және барғанымызға өте қуаныштымыз. Үйге келген кезде өзімді өте керемет сезіндім. Себебі Маңғыстауда Дубай десең Дубай да бар, Мальдива десең Мальдива да бар. Шетелден ешқандай жер кем емес, артық болмаса. Өзімнің Маңғыстаулық екеніме қуанып кеттім. Осындай керемет, ерекше жерлерді бізге көбірек жарнамалау керек сияқты деп ойлаймын.